Баршаңызға сәлем достар, сіздермен тағы да мен Алтынай. Бүгін сіздермен жареный пельмен жасайтын боламыз. Өте хрустящий болып шығады. Ауызға салсаңыздар ери беретін болып шығады. Ал кеттік. Бір жұмыртқа саламыз, 100 грамм су құямыз, 100 грамм сүт құямыз. Если өлшейтін нәрселеріңіз жоқ болса, стаканмен өлшей берсеңіздер болады. 70 грамм сұйық май құямыз. 1 шай қасық тұз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды көз мөлшерімен салатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымыздың бетіне осылай қопсытқыш салып, бетінде араластырып аламыз. Одан кейін барып қамыр илеп шығарамыз. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Салафанға салып, холодильникке қойып қоямыз. Ал ішіне салмасын дайындаймыз. Картошкамызды ашып, суға салып, оны піскенше пиязымызды қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Картошкамыз піскеннен кейін езіп, үстіне қуырылған пиязымызды саламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қалағанымызша дәмдеуіштер саламыз. Тұз, бұрыш салдым мен. Дайын болған қамырымызды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Осылай кішкене бөліктерге бөліп, ішіне салмасын салып, пельменді түйетін боламыз. Міне осылай болады. Қызып тұрған майға салып, енді жақсылап пісіреміз қызартып. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Подписацияны басып, мені қолдап кетсеңіз, өте қуанышты болар едім.